Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін етті бәліш дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, ас содасы, айран, ұн, бөлме температурасындағы сары май және тұз қажет. Барлығын алып, өте жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын қамырымызды пакетімізге салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге картоп, пияз және фарш қажет. Татымына қарай тұзымызды, қара бұрыш, қызыл бұрыш және паприкамызды қосып, барлығын араластырамыз. Дайын болған қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Және оқтаудың көмегімен дөңгелек формаға келтіріп жаямыз. Жайылған дайын қамырымызды формамызға орналастырып, үстіне салмамызды саламыз. Салмасын орналастырып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп сары майымызды қосамыз үстіне және екінші қамырымызды да дөңгелектеп жайып алып, бәлішіміздің үстіне орналастырамыз. Бәлішіміздің үстін жұмыртқамен жағып шығамыз. Жұмыртқа жағып болғаннан кейін күнжутымызды орналастырамыз. Дайын қамырымызды алдын ала қысып тұрған 180 градус пешімізге 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің өте дәмді етті бәлішіміз дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.